Сіздермен құрметті оқушылар. Мен Дүйсенбек Ұлдана, номер 7 Тұран мектеп гимназиясының 5 А сынып оқушысымын. Қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты біз үйде карантинде отырмыз. Бірақ мен өз бос уақытымды босқа кетірмей, өзіміздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының түрлі өлең шумақтары мен қара сөздерін жаттап оқып үйреніп алдым. Ал енді оны сіздерге оқып бермекпін. Абай Құнанбайұлы өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғаным өлді деп ақ қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артынан сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Мінін қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеде қоса келет бірде болмас, екеуі тап бірде боп онда қалмас. Дүниеге мақишарға амалсыздың, иманын түгелдеуге аузым бармас. Келесі Абай Құнанбайұлының 19 қара сөзінен үзінді. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды айырады дағы, сондайдан көргені, білгені көп болған адам есті болады. Сол естілердің айтқан сөздерін естіп, ескеріп жүрген адамның өзі де есті болады. Әрбір естелік жеке өз іске жарамайды, бірақ сол естілердің айтқан сөздері есте қалады. Ал достар, біз үйімізде бос отырмай, түрлі ұлы ақындарымыздың өлең шумақтары мен әндерін оқып, оларды оқып үйреніп алайық. Біз біргеміз, біз үйдеміз.